Армысыздар, эфирде Жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Әлем бойынша ең көп таралған қоқыс сол темекі тұқылы. Әлемнің кейбір елдері тіптен бұл қоқыс түрін өңдеп, одан құрылыс материалдарын тыңайтқыштарды алуды үйренген. Бүгінде осы бағытта жұмыс істейтін мемлекеттердің өз халықаралық бағдарламасы да бар. Жақында ғана Австралия осы жобаға қосылған 8-ші мемлекет атанды, ал Канадада темекі тұқылын жинайтын арнайы бағдарлама ең алғашқылардың бірі болып енгізілген болатын. 2 жыл ішінде Ванкуверде 5 миллион темекі қалдығы жиналған. Демек, темекінің өзі адам денсаулығына ғана емес, оның қалдықтары да экологиямызға біршама зиян келтіруде. Бүгінде Ванкувер қаласы әлем бойынша темекі тұқылын жинауға және өңдеуге арналған толық инфрақұрылымы бар жалғыз қала. Мұнда бұл қоқыс түріне арналған жеке шағын контейнерлер де бар. Қала көшелерін ең көп ластаушы темекі қалдықтарынан арылу үшін бұл жоба көмектесуі тиіс деп санайды қала басшылығы. Бұдан басқа да жұмыстар арқылы канадалықтар Ванкуверді 2020 жылға қарай әлемдегі ең жасыл қалаға айналдырмақ. Шаһар тұрғындары шылымды аз тартатындардың қатарында болғанмен, мұнда жыл сайын 3,5 миллион темекі тұқылы жиналады екен. Ең қызығы, бұл қалдықтардан түрлі құрылыс материалдарын жасап шығаруға болады. Одан тақтайшалар мен пластикалық өнім алуға да мүмкіндік бар. Канада темекі қалдықтарын өңдейтін жалғыз ел емес, әлемде ондай 8 мемлекет бар. Жақында бұл жобаға австралиялықтар да қосылды. Олар бұл қалдықтардан пластмас өнімдер әзірлемек. Ал ақшта одан күлсалғыштар, шпалдар және пеллеттер жасайды. Бұл саладағы мамандардың есебіне қарағанда 2000 шылым тұқылынан 1 келі пластик алуға болады. Және жалпы мәліметтерге келсек, әлемде жыл сайын 760 мың тонна темекі қалдығы жиналады. Бұл дегеніміз 4,5 миллиард темекі данасы. Мұнай мен газ сияқты пайдалы қазбалар жер бетінде күн санап сарқылып келе жатқан ресурстарды үнемдеп тұтыну, пайдаға жарату күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелердің бірі. Осы тұста өз ісін жаңадан бастаған кәсіпорынның ұстанған бағыты аса маңызды. Егер бұл компания тасымалдаумен айналысса, онда жасыл сөзінің ұғымы бағалана түседі. Жасыл логистиканы дамытуды отандық компанияның бірі қолға алып отыр. Бұл сөз бәлкім құлаққа түрпіде естілер. Түптеп келгенде бұл жүйе өміршеңдігін дәлелдеді. Еуропада ғана емес, елімізде де жасыл логистикаға басымдық беріп отырған компаниялар қатары артып келеді. Жағымды үрдіс. Десе де бұдан не шығатынын әдеттегідей уақыт көрсетеді. Экспо 2017 халықаралық көрмесі қарсаңында қазақстандық компаниялар экологияға жауапкершілік танытып, кәсіпорындардағы улы газ бөлінулерін қадағалап отыр. Логистика қызметін көрсетуші отандық компания уақыт талабына сай болуға тырысып келеді. Жалпы бұл кәсіпорын жас, нарықта қызмет көрсеткеніне бар болғаны 1 жыл. Десе де жасыл логистика мәселесінде өзін барлығына танытып үлгерді. Жасыл логистиканың бізге маңызы зор екендігі туралы шешім қабылдадық. Өйткені елбасы өзінің жолдауында да, әлемдік экономикада да жасыл логистика туралы, жасыл экономика туралы көп айтылады. Сондықтан біз өзіміз үшін шештік. Бұл өте келешегі зор және маңызы бар бағыт екендігі туралы. Бұл компанияда жасыл логистикадан түсетін экологиялық және экономикалық пайданы ешкім есептеп жатқан жоқ. Мұнымен айналысатын мамандар жоқ, дейді компания өкілдері. Алайда жуық арада бұл мәселені шешу қарастырылып отыр. Ең алдымен кәсіпқой мамандарды жұмысқа алу жоспарда. Әзірге күн тәртібінде тағы бір өзекті мәселені шешу көзделіп отыр. Компания бүгінгі таңда жалданбалы еврофуралармен қызмет көрсетіп келеді. Ал олардың жасы заңмен белгіленген нормадан асып кеткен. Ал бұл өз кезегінде қоршаған ортаға тағы бір кері әсер ететін фактор болып табылады. Осы сұрақты тез арада шешу үшін жеке фураларды алу қажет. Егін егу, дала жұмыстарын жүргізу маусымы жақындап келеді. Осы орайда шаруалардың қолданатын тыңайтқыштары жөнінде айтар болсақ. Жасыл экономика тақырыбына көшкеннен бері мол астық алу үшін химиялық тыңайтқыштардан бас тарту уақыт талабы. Орнына органикалық заттардан жасалған құрамында дәрумендер бар өнімдер шығуда. Солардың бір парасы бүгінде балдырлардан әзірленуде.
Балтырлардан тыңайтқыштарды алу технологиясы бұрыннан белгілі. Алайда шетелдік компаниялар олардың толық өндірісін іске қосқан. Мұндай тыңайтқыштың басқалардан ерекшелігі құрамында өсімдік жасушаларының өсуін жеделдететін компоненттің болуында. Сондай-ақ ол өсімдіктің өмір жасын ұзартып, жапырақтарының ерте түсуін алдын алады. Балдырдан жасалған тыңайтқыштар сондай-ақ топырақтың құнарын арттырады. Водоросли имеют очень много микроэлементов. Балдырлардың құрамында өте көп микроэлементтер бар. Дәл осы компоненттер топыраққа жетіспейді. Олар өсімдікке қосымша дәрумендер береді. Мәселен, біздің елімізде тыңайтқыштардың дені мал тезегі. Ал олардың кері жақтары да бар. Бүгінде шаруалар нарығы макроэлементтерден бөлек құрамында микроэлементтер бар өнімдердің қажет екендігін түсіне бастады. Елімізде макроэлементтер шығаратын 2 зауыт бар. Сондықтан Рүстем Әлиев микроэлементтер бар тыңайтқыштарды шығаратын зауытты ашу ісін қолға алмақ. Бүгінде онда инвестиция тарту мен сатылым нарығы зерттелуде. Егер жоба жүзеге асса, өнімнің өз бағасы әлдеқайда арзандай түседі. Себебі бүгіндегі логистика және кеден шығындары бағаға қосымша құн үстеуде. Халықаралық электр байланыс одағының есебіне қарағанда ақпараттық коммуникациялық технологиялар саласы әлемдегі барлық парниктік шығарылымдардың 2,5%-ның себепкер екен. Әрине, бұл сала табиғатқа тікелей залал келтіре алмайды, дегенмен техниканы шығаруда, пайдалануда, оны жою барысында бірқатар жұмыстар атқарылады. Сондай-ақ электр энергиясын тұтыну бөлек тақырып. Сондықтан мұнда да жасыл технологиялар енгізілуде. Елімізде бұл сала әлі дамымаған. Бұл мәселені студенттерден бастау үшін арнайы жасыл ақпараттық технологиялар курсы әзірленуде. Технология ғасырында жаңа құрал жабдықтар күн санап өзгеруде. Одан қоршаған ортаға келетін зиян да бар. Оларды қалайша неғұрлым азайтуға болады. Жасыл технология саласы табиғаттың жағдайын ескере отырып заманауи шешімдерді ұсынады. Бұл мәселе отандық ақпараттық коммуникациялық холдинг мамандарын да толғандырады. Сондықтан олардың бастамасымен алғаш рет жасыл технологиялар курсы дайындалмақ. Оқу әдістеме құралы орта жоғары білім ордаларының студенттеріне арналады. Сондай-ақ осы салада жұмыс істеп жүргендер де өз білімін жетілдіре алады. Бүгінде оқу құралын әзірлеу үшін сарапшы мамандар тартылуда. Наш курс Ақпараттық технология бойынша білім алып жүрген және осы саладағы маман иелері біздің курстан өте алады. Оқу бағдарламасының мұнда мақсаттары мен міндеттері толық көрсетіледі. Себебі әр елде бұл ұғымның мағынасы әртүрлі түсіндіріледі. Сондай-ақ мұнда жасыл технологияларды қалай пайдалануға болатындығы айтылады. Экспо 2017 халықаралық көрмесінің қатысушыларына 11 маусымнан бастап шақыру жолдауға болады. Сол күні елімізге ресми түрде көрме белгісі табыс етіледі. Бұл салтанатты рәсім Франция астанасы Парижде өтеді деп күтілуде. Яғни Қазақстан 11 маусымнан бастап халықаралық көрмені өткізудегі барлық құқықтық мәртебеге ие болады. Болашақ энергиясын туетіп алған халықаралық көрме ел экономикасының дамуына едәуір түрткі болады. Бұл аймақтағы басқа елдер үшін де үлгі болары хақ. Халықаралық көрме бюросының бас хатшысы Висенте Лусерталистің сөзіне сүйенсек, бұл бастама жалпы Орта Азия, ТМД елдер үшін тұрақты дамудың негізі болуы тиіс. Бүгінгі таңда халықаралық бюро мен қазақстандық тарап нысанның техникалық ерекшеліктері бойынша біршама сұрақтарды шешуде. Былтыр тапсырылған көрме жоспары ұйымдастырушылардың қолында. Енді оған біраз өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп жатыр. Аталған өзгертулер әу баста таңдалынып алынған сәулет дизайнының негізін ұстанады. Висенте Лусерталистің айтуынша жобаға сенімсіздік танытып отырғандар да бар. Олар игі шараның не үшін, қандай мақсатта жасалып жатқанынан хабарсыз. Кейбір адамдар мұның ауқымды инвестициялар екенін түсінбейді. Біз тұрақты дамудың үлгісі болатын қаланы салудамыз. Экспо көрмесінде жасалған барлық шаралар тұрғындар өмірінің сапасын жақсартатынына сенімдімін. Бұл тұрғыда бақ өкілдерінің де рөлі маңызды. Экспо 2017 халықаралық көрмесінде жасалған әрбір қадам журналистер тарапынан түсіндіріліп отыруы тиіс. Бұл жауапкершілігі мол іс, деді Лусерталис мырза. Сонымен қатар көрме бюросының басшысы Экспоның бас сәулет құрылысы өзгертулерге ұшырайтынын атап өтті. Бұл тұрғыда инженерлік компаниялармен келіссөздер жүргізілуде. Құжатқа жуық арада жаңа ұсыныстар енгізіледі. Айта кетейік, көрмеде жүргізілетін жұмыстар ауқымды болғандықтан павильон құрылысын бірнеше мердігер компания бірігіп салады. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Қоршаған ортаға жанашыр болып, қорғай жүруді ұмытпаңыздар. Көріскенше.